Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып өте актуальный деп айтуға болады, яғни созылмалы панкреатит. Созылмалы панкреатит дегеніміз ол ұйқы безде қабынуы, ұйқы бездің қабынуы, иә. Осы процесс өте созылмалы, ұзақ уақытта дамитын процесс, және де көбінесе сіздер УЗИ жасағанда, УЗИ брюшной полости сіздер көресіздер, заключение диффузные изменения поджелудочной железы, немесе реактивные изменения поджелудочной железы. Реактивный ол, яғни көбінесе уақытша деген сөз, иә. А диффузный изменение дегенде көбісі ойлайды, ол или хронический панкреатит деп жазады көбісі УЗИде дәрігерлер. Бірақ мен сіздерге айтайын, осы диагнозды УЗИде сіздер көрсеңіздер, бірақ өзіңізді жақсы сезінсеңіздер, ешқандай клиникалық себептер болмаса, симптомдар болмаса, әрине сізде ол просто изменения, да, возрастные, жас ерекшеліктеріне сай өзгерістер. Сондықтан қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Ал қандай жерде уайымдап, қандай жерде ем жасалу керек екенін мен сіздерге клиника симптом айтқанда сіздер ұғып аласыздар. Енді ұйқы бездің жалпы, осы орган туралы айта кетейін қысқаша. Осы ұйқы бездің қандай функциялары бар, қай жерде орналасады. Ұйқы без бізде мына картинкада көріп тұрғандай асқазанның астында орналасады, ұзын сары без. Ұйқы бездің екі функциясы бар, ол экзокринді және эндокринді. Экзокринді функциясы деп отырғанымыз ол бізге осы қазіргі бүгінгі тақырыпқа арналады, яғни ас қорыту жүйесіне кіреді. Асты біз ішкеннен кейін ол ас қорыту жүйесі бойынша белгілі этаптардан өтіп, процесстерден өтіп, бізге 12-ішекке келеді. 12-ішекке келгеннен кейін бізде ферменттер бөлінеді. Осы ұйқы безден сөл бөлінеді. Сөлінің ішінде 3 түрлі ферменттер тобы бар. Және де омен қоса өт жолдары бөледі. Осы кезде осы өт пен ферменттердің бөліну арқылы бізде басты 3 нутриенттер, ақуыз, көмірсу және майлар ұсақталып, ең кішкентай мөлшеріне дейін ыдыратылып, сосын барып бізде ішекте сіңеді. Енді ұйқы бездің эндокринді жүйесі дегеніміз, яғни қызметі ол осы ұйқы безде тек қана ферменттер өндірілмейді, онымен қоса бізде гормондар бөлінеді. Мысалы, соматостатин, инсулин. Осы мысалы инсулинге тоқталып кететін болсақ, глюкоза қанымызда өте жоғары деңгейде болса, сол глюкозаны басатын, азайтатын бізде инсулин гормоны өндіріледі. Сол инсулин гормоны біздің ұйқы безде шығады. Енді ұйқы без туралы қысқаша мәлімет алдыңыз. Енді созылмалы панкреатитке қайта келейік. Созылмалы панкреатиттің себептері, қандай себептер туғызады? Бірінші, ол ішімдік. Өте жиі кездесетін себептердің бірі. Екінші, ол травмалар, немесе механикалық, травма, соның әсерінен бітелуі мүмкін. Яғни ұйқы бездің өзінің каналдары бар, жолдары бар, сол жолдардың бітелуі мүмкін. Екінші бітелу себебі ол тастар. Үшінші, ол ісіктер, өспелер деп айтуға болады. Образование, Енді тағы бір панкреатиттің себептері ол тұқым қуалайтын аурулар. Оның ішінде муковисцидоз жатады. Тағы себептердің бірі ол триглицеридтердің қан құрамында өте жоғары деңгейде болуы осы созылмалы панкреатитке алып келеді. Созылмалы панкреатиттің енді клиникасына келейік. Енді осы симптомдарды айтатын болсақ, ең бірінші біздің есімізге түсетіні, бәріміз білетіні, ол ауырсыну синдромы. Ауырсыну қалай көрінеді? Көбінесе ол тамақтан кейін, майлы тамақтан кейін әсіресе 15-20-30 минуттан кейін тамақ ішкеннен кейін бізде осы асқазан астында, асқазан тұсында болуы мүмкін, сол жақ, оң жақ қабырға астында, сосын арқаға берілетін ауырсыну белгілері болады. Ауырсыну көбінесе отырғанда және де алдыға иілгенде, наклон жасағанда сол кезде кішкене азаяды
басылады. Және де лоқсу және де құсумен қатар келуі мүмкін. Тағы бір айтатын мәселе, осы ұзақ уақыт бойы созылмалы болып ауырғаннан кейін егер кенеттен сіздің ауырсыну күшейсе, кенеттен жағдайыңыз нашарласа, әрине 103-ке звондап острый панкреатит белгілерін исключать ету керек міндетті түрде. Бұл өте маңызды нәрсе. Тағы екінші симптом ол диарея дейді, немесе үлкен дәреттің кашицеобразный, яғни сұйық болуы. Негізі бізде көбінесе өзінің формасы, пішіні бар, қалыпты үлкен дәретте. Ал осы созылмалы панкреатитте ол көбінесе, жаңа айттым ғой, ферменттер 3 түрлі нутриентті бізде ұсатады ғой. Егер ол оны іске асырмаса, бізде май дұрыс қорытылмайды, белок дұрыс қорытылмайды, көмірсу дұрыс қорытылмайды. Соның ішінде май өте үлкен дәрежеде жаңағы қорытылмау белгілер көрінеді. Сол бізге май үлкен дәретпен қорытылмаған түрінде шығады, және де біздің нәжісімізді, үлкен дәретімізді сұйылтып, май бетке шығып, оны көруге болады. Немесе жаңағы туалеттің стенкасында қалып қоюы мүмкін. И даже ёршиктің көмегімен біз алдыртуға дейін сондай қосымша іс-әрекет жасауға мәжбүрлесе, яғни ол созылмалы панкреатиттің белгісі деп қарастырамыз. Бұл айтып отқан симптомның несі ұятты еш нәрседе жоқ деп ойлаймын, өйткені мен дәрігермін. Және де екіншіден, бұл белгіден ұялатын еш нәрсе жоқ, оны ұялмай айту керек. Өйткені бұл кәдімгідей панкреатиттің үлкен белгісі деп айтуға болады. Тағы созылмалы панкреатиттің тағы бір симптомы ол салмақ тастау. Егер ұзақ уақыт адам емделмесе, ұзақ уақыт созылмалы панкреатит болатын болса, ол кезде салмақ тастау әбден мүмкін. Және де көптеген витаминдердің, қорек заттардың сіңірілуі дұрыс аспауы мүмкін. Өйткені май дұрыс қорытылмады. Ал майдың қорытылуы үшін бізде бірінші эмульгациялайды, кішкене формаға дайындап береді пішіндерді, жаңағы майды. Одан кейін әсер еткенде ғана бізде ферменттер, ұйқы безінің ферменттері әрі қарай олармен жұмыс істейді, өзінің қызмет атқарады. Егер дұрыс істемесе, толса, өттің тас болса, застой болса, әрине бізде дұрыс шықпаса, бізде майда дұрыс ыдыратылмайды, эмульгацияламайды. Ол егер ол формаға келтірмесе, бірінші кезең болмаса, ұйқы бездің ферменттері ол белсене алмайды, және де өзінің жұмыс процесін жасамайды. Сөйтіп, сол ферменттер қайтадан ұйқы безді жеуге, яғни ұйқы бездің органын қайтадан өзіне келгенде, ол агрессивті ферменттер, агрессивті агрессивті күшке ие. Өйткені ол тамақты ыдырату күші болса, значит, даже органды өзі жеп кетуі мүмкін. Енді жеу дегенде жалпақ тілмен айтып отырмын. Соның әсерінен бізде панкреатит болуы мүмкін дегенде, ол көбінесе осы билярный панкреатит көбінесе осы адамдарда кездеседі. Енді себептерін айттық, диагностикасын айтамыз. Диагностика, яғни қандай әдістермен біз осының ұйқы безінің панкреатитті қалай біз диагноз қоямыз. Бірінші, ол анамыз, жаңағы айтып отырған симптомдарды науқаста болса, ол айту керек, дәрігер сұрайды, қай уақытта, қашан ауырсыну пайда болады, немен ол басылады, немен басылмайды деген сияқты
жаңағы нәжістің, үлкен дәреттің сипаты маңызды. Екінші ол бізде әдістер лабораториялық және де инструментальды. Лабораториялықта бізде мысалы қан анализінен ферменттерді табуға болады, анықтауға болады, липаза және амилаза. Бірақ ол ферменттер көбінесе үлкен жаңағы шамадан тыс жоғарылауы мүмкін, егер острый панкреатит жағдайы болса, көбінесе, немесе острый панкреатитке жақындаған кезеңде сондай ферменттер өте көп көрсеткіш көрсетеді. Ал егер ол созылмалы панкреатиттің өшу кезеңі болса, көбінесе біз кал тапсырғанда көреміз. Бізде кал на эластазу деген бар. Эластаза ол сол бір ферменттердің бірі. Үлкен дәретіңізді тапсырсаңыз, сол үлкен дәретте қаншалықты сол ферменттің мөлшері бар жоқ екенін қарастырады. Егер ол эластазаның мөлшері мысалы ол нормада 200-ден көп болу керек, егер ол 200-ден аз болса, сізде жетіспеушілік, осы ферменттің жетіспеушілігі, яғни ұйқы безінің бөлінетін ферменттердің жетіспеушілігі деген тұжырым қалыптасады. Сол кезде сіздер соны жетіспеушілікті восполнение, яғни оны орнына алмастыру үшін ферменттер тобынан препараттар қабылдауыңыз жөн. Тағы бір әдістерінің бірі ол инструментальды. Оған УЗИ жатады, рентген, МРТ, КТ. Бұл инструментальды исследованиялар, яғни әдістер ол көбінесе сол ұйқы безінің структурасын, құрылымын, қасындағы нелердің ткандардың өзгерістері бар ма, ісіктер бар ма, бітелу бар ма, жоқ па, то есть визуалды түрде біз көретін нәрсемізді көре аламыз. Сіздер бір нәрсені ұғу керексіздер. Бұл әдістерді біз жеке қарастырмаймыз. Мысалы, сіз көбінесе УЗИ өтесіз и сразу ойлайсыз, ой, менде панкреатит деп. Жоқ, анамнысын да қосамыз, жаңағы қан тапсырамыз, немесе кал тапсырамыз, УЗИні қосамыз, одан кейін ғана бізде панкреатит деген тұжырым диагноз қойылу керек. Сосын тағы бір нелердің бірі, әдістердің бірі ол эндоузи деп айтады, эндоскопиялық УЗИ, немесе эндоскопиялық ретроградты Бұл әдістер тек больницада жасалынатын, яғни стационарда жасалатын әдістер.